мектеп білім айдынындағы үлкен кеме, ал мұғалім оның ішінде сынып жетекшісі осы қоғамдық орындағы баламен, ата-анамен ынтымақтаса, тығыз байланыста жұмыс жасайтын негізгі адам. Ұстазды алтын діңгекке теңер едім деп ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин айтқандай, ұстаз жолы қиыны мен қызығы қатар жүретін ең күрделі жол. Мен Тоғанбай Аяулым Қанатқызы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін қызыл дипломмен тәмамдап, Рахат нөмірі 1 орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып орналастым. 2019 жылы қыркүйек айында Рахат ауылдық округі нөмірі 1 орта мектебінің 6 Б сынып оқушыларына 5 сыныптан бері сынып жетекшілік етіп келемін. Сыныбымда 30 оқушы, оның ішінде 15-і ұл, 15-і қыз. Сонымен қатар 2 оқу озаты мен 14 оқу екпіндісі барына мақтанамын. Еліміздің ертеңі болып табылатын жас ұрпаққа адамгершілік тұрғыдан лайықты тәрбие беріп, әр баланың бойындағы жеке қасиеттерін сақтай отырып, қоғамның белсенді және саналы ұрпақ етіп тәрбиелеуге барынша ықпал ету, дүние танымының қалыптасуына, адами қасиеттерінің еңбекке деген сүйіспеншілігін және жан-жақты дамуына ықпал жасау сынып жетекші ретінде менің мақсатым. Сыныбымдағы әр оқушы қайталанбас жан.